Сәлем оқырман, бұл видеода өте қызықты әңгіме, сондықтан видеоны соңына дейін қараңыз. Тақырыбы «Мені анам сезім деп атаған». Мені анам сезім деп атады, себебі ол бір кездері шын жүрегімен сүйді. Бірақ мен дүниеге келгенде оның махаббаттан қалғаны тек мен болған. Мен оның көзінен жиі мұң көретінмін. Ол көзінше күлетін, бірақ жалғыз қалғанда үнсіз отыратын. Бір күні сұрадым: «Анашым, неге мені сезім деп атадыңыз?» Ол біраз үнсіз отырып: «Себебі мен саған бергісі келген жалғыз шындық сезім еді», деді. Ал мен өмірімде сол сезімге алданып қалғанмын. Мен түсінбедім, бірақ уақыт өте келе ол сөздің мағынасы мені жеп қоя бастады. Ауылда өстім, жанымда ешкім жоқ. Анам мен екеуміз ғана. Әкем туралы ешкім ештеңе айтпайтын. Сыныптастарым мазақ еткен күндер болды. «Сенің әкең қайда?» деген бір ауыз сұрақ мені түні бойы ұйықтатпайтын. Анамнан сұрай алмаймын, себебі анам да өзі бір жауапсыз сұраққа айналған адам еді. Мен қалаға оқуға түстім. Бір бөлмелі жатақханада 4 қызбен бірге тұрдым. Ол жерде бәрі жаңа, орта жаңа адамдар, иіс. Алғашқы айларда өзімді жап-жалаңаш сезіндім. Өз ортамнан, өз тыныштығымнан айырылып қалғандай болдым. Сол кезде мен Аянды көрдім. Кітапханада отыр екен. Мені кітаптың арасынан шығарып алғандай қарады. Қараған кезде мен бір сәтке демалуды ұмытып кеткендей болдым. «Сен осында оқисың ба?» «Я». «Атың кім?» «Сезім». «Шынайы ма?» «Я, анам қойған». Ол күлді, бірақ көзі күлімдеген жоқ. Білмеймін, сол сәттен бастап мені бір қара торы, жылы әрі мұздай көз бақылап жүрді. Біз жиі кездесе бастадық, жай ғана әңгімелестік, кофе іштік, бірге ұзақ түндер кітапханада отырдық. Ол мені әдемі сөздермен ұрады: «Сен басқаларға ұқсамайсың, сен мені тыныштандырасың, сен таза адамсың». Сол сөздерге сеніп қалдым, өйткені мені бұрын ешкім таза деп бағаламаған, ал ол мені ерекше көреді дегенге жүрегім шын сенді. Бір күні пәтеріне шақырды. «Кешкі ас дайындап қойдым, кел, бірге отырып фильм көрейік», деді. Мен бардым. Жақсы көретінмін және сенетінмін. Басында бәрі жайлы еді. Ол менің шашымды сипап отырды. Мен иығына сүйеніп тынышталып кеттім. Бір сәтте маған тік қарап: «Сезім, менікі болшы», деді. Мен үндемедім, тек жаным дір етті. Қорықтым, себебі бұл сөздің артында не тұрғанын білдім. «Мен дайын емеспін», дедім ақырын. Ол үнсіз қалды. Орнынан тұрды, фильмді өшірді. Пәтер суып кеткендей болды. «Мен сені шынымен сүйіп жүр екенмін деп ойлағам, бірақ сен де бәрі сияқты екенсің», деді салқын дауыспен. «Мен тұрып кетейін», дедім. «Түн ортасы, ешқайда шықпайсың», деді кенет. Қолымнан тартып алып итеріп қабырғаға тақап тұрды. Көзімнен жас сорғалады. «Аян, қойшы. Сен өз еркіңмен келдің. Махаббат осылай болады». Ол мені тыңдамады. Көзін көрмедім. Ол тек алып күшке айналған. Сол түні мен өз тәнімнен безіп кеттім. Келесі күн үндемей өтті. Ол ештеңе болмағандай жүрді. Кафеде отырғанда күліп қолымды ұстап: «Кешір, сен мені жақсы көресің ғой, иә?» деді. Мен бас изедім, себебі мен өзімді кінәлі сезіндім. Сол түні «я» демегенім үшін, қарсы шыққаным үшін өзімді жазғыра бастадым. Мені шын сүйсе мұндай жасамас еді деген ой, бірақ оны ақтауым жеңіп тұрды. Содан кейін мен үндемедім. Ол қашан қаласа келіп кететін болды, ал мен үндемейтін болдым. Бір күні таңертең жүрегім айнып ояндым. Қолыма ине тигендей дірілдеп дәретханаға бардым. Тест алып пәтерге кіріп, әжетханада есікті іштен жауып, көзім жұмулы күйі нәтижесін күттім.
екі сызық. Мен жыладым, қуанбадым, тек қаңырап қалдым. Ол келді, бетіме тік қарап, «Бұл менікі емес шығар», деді. Ол сөз жанымды өлтірді. Тек бір сәтте ішімді ұстадым. «Бала, кешір мені», дедім ішімдегі нәрестеге. Арада күндер өтті. Bir кеште мен қатты ауырдым, қан кетті. Ауруханаға түстім. Дәрігер қатты соққы түскен. Бұл жүктілікке соңғы мүмкіндік болуы мүмкін. Болашақта бала көтеру қиын болады, деді. Мен сұрақ қоймадым. Тек көзіме қара тер тұрды. Аяғым дірілдеп сал болдым. Анам келді. Жанында отыра алмадым. Мені көріп шошып кетті. Бетім, көзім, ішім бәрі көгерген. Тілім байланып қалды. Айта алмадым. Ол жай ғана мені құшақтап, «Сезім, сен енді тірі қалсаң болды», деді. Мен одан кейін ешқашан Аянды көрмедім. Ол мені жауып тастаған кеткен жара секілді, сыртынан тырнап ашсаң бәрі қайтадан аға бастайтын қан сияқты болып қалды. Пәтер жалдап өз бетіммен өмір сүруге тырыстым. Бірақ менің тәнімнен бұрын жаным зорлық көрген еді. Кейде түн ішінде ішімнен сөйлеп кетем. «Сезім, сен кім едің? Не үшін өмір сүріп жүрсің? Сен өзіңе қол тигізуге рұқсат бердің. Неге үнсіз қалдың?» Қазір мен әйелдер дағдарыс орталығында жұмыс істеймін. Маған күнде зорлық көрген, соққы жеген, қорланған қыз-келіншектер келеді. Әрқайсысының көзіне қарағанда өзімді көремін. Bir қыз келді, 15 жаста, іші білініп қалған. Ол мені жақсы көрем дейтін. Мен сеніп қалдым. Енді менде бала бар. Мен үнсіз отырып қалам. Bir бүйрегім қаш дейді. Екінші жағы жасағаның үшін кінәлі емессің дейді. Қыздың бетінен жас сорғалап тұр. Мен енді адам болмай қалдым ба? Мен оның қолын ұстадым. Жоқ, сенің ішіңде өмір бар. Тек енді сен үндеме. Ешқашан енді үнсіз қалма. Сол түні мен ұзақ жыладым. Себебі мен үндедім. Бірақ тым кеш. Мен өзімді бұрынғыдай таза сезінбеймін. Тәнім кіре емес. Бірақ жаным жыртық. Жамау таппайтын жыртық. Кейде ойлаймын, мені анам сезім деп атаған. Бірақ мені бұл қоғам қорқыныш деп өзгертті. Менің шынайы атым жан азабы. Күз келді. Ағаштар жалаңаштанып жатыр. Мен де солар секілді. Ішімдегінің бәрінен айырылып қалғандаймын. Қалада адамдар асығып жүр, ал менің уақытым баяулап кеткен. Кей күндері дағдарыс орталығында келетін қыздарды тыңдағанда, оларды мен емес, мені тыңдап отырғандай болады. Жанымның сынығын әрбірі өзімен бірге алып кетеді. Сол күні кешке өзімді мазасыз сезіндім. Бастан аяғым қалтырап кетті. Қанша шай ішсем де тоңып отырдым. Айнаға қарадым. Көзімде өмір жоқ. Тек әлдебір бос кеңістік. Жылаудан шаршаған, бәрінен үмітін үзген қыз қарап тұр. Телефоным шырылдады. «Сәлем, Сезім, ертең семинар бар. Кешікпе, жарай ма?» «Жарайды», дедім. Сол соңғы сөзім болды. Түнде суық, жел терезені ұрып жатыр. Ішімдегі бос кеңістік тағы да қозғалды. Мен парақ алдым, қалам ұстадым, «Анашым» деп бастадым. Бірақ ары қарай жазбадым, тек жыладым. Сол түн, сол бір түн менің ішкі үнсіздігімнің соңғы түніндей болды. Ертеңіне мені таппады. Телефоным өшіп қалған, есігім іштен ілулі. Тек 3 күн өткен соң ғана көршімнің дабылымен полиция келді. Мен табылдым. Жат жерде, өз бөлмемде, кереуеттің жанында жатқан денем табылды. Айналада шашылып жатқан парақтар, кейбірі жыртылып, кейбірі көз жасы сіңіп, ісініп кеткен. Соңғы бетте бір ғана сөйлем қалды. Мені ешкім тыңдамады. Жерлеу күні анам келді. Түнде ешкімге ештеңе деместен қабір басында ұзақ отырып қалды. Тек ертесінде ғана дағдарыс орталығына барып бір жапырақ қағаз тастап кетті. Ол жерде былай жазылған. Мен оны Сезім деп атадым.
бірақ қоғам оны үнсіздік деп өлтірді. Қызым ешкімнің жүрегін ауыртқан жоқ, тек өзі жүрегімен ауырды. Содан бері ол бөлмеде ешкім тұрмайды. Сезімнің аты жоқ, тек бір бос орын қалды. Тыныш, суық, мұңды. Ал біз не істедік? Тағы да үндемедік. Аянның жан азабы, сен енді жоқсың. Кей адамдардың қателігі үшін жазаны өмір береді, түрме емес, айнала емес, өмірдің өзі. Мен күнде соны сезем, себебі мен сезімнің өліміне себеп болдым. Сен кеткенде бәрі үнсіз қалды. Қаланың дауысы да, адамдардың да күлкісі де маған жетпейтін болды. Менің ішімдегі уайым бір сәттік емес, ол күн сайын қайталанады, қайта. Көзімді жұмсам да, ашсам да сенің көзің. Сол кеште қойшы дегенің, қорқып тұрмын дегенің. Мен не істедім? Сол сәтке қайта орала алсам ғой. Сен үнсіз қалдың, бірақ мен енді айғайлап кеткім келеді. Неге үндемедің? Неге айтпадың? Неге көмек сұрамадың? Бірақ сол сұрақтар мен емес, сені жазғырғысы келетін сұрақтар екенін білем. Ал мен оны істеуге хақым жоқ, себебі кінә тек менде. Сен маған келгенде бала секілді болатынсың. Мені сүйгеніңді айтқанда да көздерің дірілдеп тұратын. Мен соны түсіндім, бірақ менде жүрек болмапты, сезім. Мен бәрін ләззатпен шатастырдым. Махаббат деп мен иемденуді, меншіктеуді түсінгем. Сенен басқа адам жоқтай көрінді. Ал сен маған сеніп қалдың. Сен ішіңде баламды көтеріп жүргенде, мен басқа қыздармен әңгіме айтып жүрдім. Сен ауруханада көз жасыңа тұншығып жатқанда, мен кафеде отырған болармын. Сен өлуді ойлап жүргенде, мен тіршіліктен ләззат алып жүрген шығармын. Мен адам емеспін. Сен кеткен соң да үндемедім. Айналадағы ешкім білмеді. Тіпті ата-анама да айтпадым. Достарыммен араласуды доғардым. Телефон қоңырауларына жауап бермедім. Мен тек бір сұрақпен өмір сүріп жүрмін. Ол мені шынымен сүйді ме? Әлде мен сүйдім бе? Жоқ, екеуміз де сүйдік. Бірақ сен таза, шынайы ақ жүрекпен. Мен меншіктеу, күмән, еркек шора, эгомен сүйдім. Сондықтан да сен өлдің, мен тірі қалдым. Бірақ мен сен кеткен сәттен бастап адам емеспін. Жай ғана тыныс алып жүрген, көзін ашып, көзін жұмып жүрген өлікпін. Сенің суреттеріңді қараймын. Әлеуметтік желідегі аккаунтың әлі тұр. Сезім Жанат қызы деген жазудың астында бір топ оқырман күліп тұрған сенің соңғы түскен фотоң. Мен оны күнде көрем. Күлімдеген бетіңе қарап отырып, көзімнен жас ағады. Қарашы, сен өмірді сонша сүйіп тұрып, неге соның мұнша қара болды? Неге мен сияқты бір адамның қолынан өлдің? Неге мені тоқтататын ешкім болмады? Кей күндері ойлаймын, бәлкім сен тірісің, бір жерде басқа атпен, басқа киіммен, жаңа өмірмен, бірақ сосын ойға келем. Жоқ, сен енді жоқсың, менің қолымнан кеткен жансың. Мен өзімді кешіре алмаймын. Алла кешірер, бірақ мен өзімді ешқашан кешіре алмаймын. Мен түрмеде отырған жоқпын, бірақ менің жаным темір есіктің ар жағында қамалып қалған. Сен кеткен күн менің ішімдегі адам өлген күн. Сенің қабіріңе жиі барам. Басында ешкім жоқ, тыныштық, суық, шөп басып кеткен. Мен тізерлеп отырып саған сыбырлаймын. Сенің даусыңды сағындым. Мені кешірші. Мен өлмей тұрып, сен өлмеуің керек еді. Сезім, мені кешіре алмайсың, білем, бірақ сенің үнсіз кеткенің менің өмір бойы еститін жазам. Мен енді ешкімге күле алмаймын, ешкімге ғашық бола алмаймын. Мен енді ешкім емеспін, себебі сен жоқсың. Сезім жоқ, сол себепті мен де жоқпын.
әңгіме өте қызықты болды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде өз ойыңызды комментарийға жазып, менің каналымның дамуына үлес қоса отырыңыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта бұдан да қызықты әңгімелер шығатын болады, және де оқу керек кітаптардың аудионұсқалары, видео жазбалары шығады. Сондықтан каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, мені бақылап отырыңыз. Барлықтарыңызға рахмет, соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін.